Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздермен Boss.kz арнасы. Біз бүгін Стивтің өмірін жалғастыратын боламыз. Кеттік, бонусный сундукты алайық достар. Бұның ішіндегі заттар керек болады. Біз өзіміз бұл сундукты алмай тұрып, өзіміз біраз нәрселер алып алдық. Мысалы, тауықты өлтіріп тастадық уже. Керек болады, мынау керек болады. И мынау семена ма? Сол керек болып қалады. Мыналарды сындырып алайық на сандықты. Бәрін сындырып алайық. Достар, мен ютубқа қайтадан оралдым. Мен бұрында вайндарда фан болып істейтін едім. Кеттік, енді достар, өзіміздің выживаниямызды бастай берейік. Стивтің өмірін ағашта шауып, ең бастапқы нәрселер. Өзіміз істейміз, мынандай шығарып алсақ. Ағаштар айналдырылып, өзгерістер жасалақ. Не бар тағы да. И все. Ағаштар шығып. Так, достар, мен осылай Майнкрафт түсірейін ба, или мод қосып түсірейін ба, или осылай қарапайым Майнкрафт қойып түсіре берейін ба. Соны комментарияға жазып кетіңіздер өз ойларыңызды. Және де достар, активность көтеріп тастайық, кәнекей. Дұрыстап тұр, активность көтеріп. Бұрында мен видео салғанда 2000 сондай просмотр жинаған едім. Енді бұл ондай болмасын, бұл 10 000 сондай просмотр жинасын. Давай достар, егер де осы видео ұнап жатса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Сосын мен сендер мотивация бересіңдер да, бұдан да күшті видеолар шығаратын боламын. Және де достар, кейбір кезде шақалып қалатын болсам, тоқтап қалатын болсам, айып етпеңіздер, өйткені сіздерге не айтарымды білмей жатырмын. Тек осылай давид етіп жатамыз ағашта, одан кейін біраз істейтін боламыз. Бұл Стивтің оқиғасына бірінші сериясына үй соқпаймыз. Қандай дауыс? Қандай дауыс достар бұл? Естітсіздер ма? Күдікті. Бір жақын маңда слендермен жүрген сияқты ше. Эндермен деймін ма мен? Слендермен деймін мен? Эндермен деймін? Мен слендермен деймін. Сіздер қалай айтасыздар достар? Соны комментарияға жазып кетіңіздер. И достар, сіздер жазушылар тақтасына енгілеріңіз келсе, комментарияға жазып кетіңіздер аттарларыңызды. 5 рет, кем дегенде 5 рет жазып кетіңіздер. Өйткені шықпай қалуы да мүмкінді. Сол үшін 5 рет жазып кетіңіздер. Сол кезде сіздер жазушылар тақтайына түсесіздер. И әр видеода сол түсіп тұрасыздар. Тек бірақ видеода 5 адам түсетін болады. Тек қана сондай болады. Достар, біз тезірек осыларды жиналайық. Так, Давид етіп алайық. Одан вес сақты қояйық мына жаққа. Так, 15 булыжник бізде бар. 5 жасап алайық. Оны мына жаққа қоямыз. И уыльды мына жаққа қоямыз. И тамақты мына жаққа қоямыз. Одан кейін меч жасап алайық өзімізге. Меч жасап алайық та. Андарды қараңғы болып кетіпті достар. Қараңғы деген жаман. Бұл Майнкрафтта. Біз ондай болса достар, біз тамағымызды алып істей берейік. И мына босқа тұрмасын, картошканы да салып қоя салайық. Так, балықты да пісіру керек. Оданша бұл піскенше біз киркаменен тастарды жинай берейік. Кейін керек болып қалады да. Күшті болады, иә. Достар, осы летсплей ұнайтын болса жалғастырамын. Сосын лайктарыңызды әбден басып қолдап кетіңіздер. Егер де достар басқа да паркур, тағы да карта, сондай олар өткенді қаласаңыздар, әрине комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Дұрыс қоя достар, иә. Бәрін дұрыс істеп жатқан сияқтымын. Майнкрафттағы ең дұрыс нәрселер. Біз қазір не істеу керекпіз? Бізде кепка дайын. Қазір тастан жасап алуымыз керек біраз нәрсе.
достар, мен мод қосайын ба Майнкрафтқа, или осылай қарапайым қылып істей берейін ба Майнкрафтты, осындай летсплей қылып істей берейін ба, сіздерге қалай ұнайды? Тоқта, менде факел болу керек. Менде факел болу керек, айтты ма? Банақ бонустың сундукта түсіп қалған десем лақтап жібердім уже. Қандай жаман адамын, Тым қолымнан түк келмейді десене. Негізінде мен бұрында да басқа арнамда түсірдім, бірақ та мен ол арнамда қазір түсірмеймін. Достар, осы менің бос кезет деген арнамды басқа да достарыңызға айтыңыздар, келсін, өкінбейді келіп тіркелгендеріне. Сол үшін достар, давайте басқаларына да айтып, арнаға тіркеліп, активіміз қайттан көтерейік. Достар, айтқым деген осы, әлі танытпады-ау. Бізде біраз нәрсе жинап қалған сияқты, жүрсақтан бір нәрсе істейік. Не істеуге болады бізде? Ағаш балта істеп алайық. Ой, неде каменный балта деген ма? Одан кейін не істейміз тағы да? Істеуге болады. Басқа нәрселер қазір аса қажет жоқ. Рычаг қажет жоқ, рычаг. Ағаштарды айналдыра берейік. Айналдыра берейік те, достар, көп айналдырып тастадық. Қанша ағаш бар бізде? 61 стак, тағы да біреу. И тағы да басқа ағаштардан тағы да бар екен. Бәрін дұрыстап орындарын ретке келтіріп алайық. Балтаны мынаяққа қоямыз, қылышты мынаяққа қоямыз. И кирка мынаяққа қоямыз. Осылай орында тұра берсін. Тамақты мынаяққа. И қалғаны болды, осылай тұра берсін. Бүйтіп тұрсын. Менің Стивім мені тор. Ешқандай бронясы жоқ. Қазірден біз әлі нуб болып жүрміз Майнкрафтта. О, балық пысқапты. Қарнымыз әлі ашқан жоқ. Уже біз біраз нәрсе қазып тастадық. Осылай қаза берейік. Достар, осылай қаза берген неді сіздер көргілеріңіз келмей тұрса, алдыға сәл 10 минут секунд 20 секунд жүре салыңыздар, сол кезде қазақ жерінде басталасыздар. Әлі танытпады-ау. Күн әлі танытпады. Читерлік нәрсе қолданамыз тезірек видео әдемі болу үшін. Қалай достар, осылай нәрсе істейм ба? Или анандай мод қосып, эпичный қылып түсірем ба? Әлі болмапты. Так, дұрыстап қой ағашымызды. Қоя саламыз. Киркамызбен арғар қазуды жалғастыра береміз. Киркам уже сынайынып қалды деп сөзін айтып бітпей тұрып, достар, бітіп қалды. Ондай болса, достар, танытқан кезде және кездесеміз. И мен осы тастарды давить ете берейін. Достар, қайттан жалғастырамыз. Уже танытты. Қараңыздар. Мен 2,5 стак істеп тастадым. И уже себеп осы мод неді читерлік қолданбай алғаныма. Өйткені киркам уже сынайындап қалды. Әр айтқан сайын исіп қала береді. Сол үшін айтпай қояйық. Онда біз шыға берейік. Тағы да бір кирка істеп алсақ, артық етпес істегеніміз деп қояйық десек. Балк істеп алайық. Одан кейін кирка істеп аламыз. И қазғамыз. Болды. Енді мұндан аламыз. Енді болды. Енді шыға беруіміз болады маңға. Кеттік. Так, сиырды өлтіріп тастайық. Достар, профиміз ғой. Так, болды, бірақ та тек түнде осылай тығылып жүретініміз болмасақ, әйтпесе опасный, да? Ағаш қажет па бізге? Ағаш қажет емес. Саяхатымызды жалғастыра берейік. Бізге негізінде қой табу керек еді. Шошқа бар. Өлтіреміз бе, өлтірмейміз бе? Мен өлтірмей қояйық. Сиырды өлтірейік. Қазақты сол ет
Берке бер. Соғымға соямын сені. Бауыздайым келіндіре. Сендерді бауыздап тастайым. Берке бер. Сізге құдай тамақ жасайым сенен. Берке бер. Ет керек маған. Халалсыңдар ғой, халал. Шошқа сияқты халал емес. Так, достар, сасып кетті ана сиырларды өлтіремін деп. Бір жуынып алайық, иә? Жоқ. Зомбилер бар екен. Қаш, достар. Оданша мыналар бүйтіп өлтіре берейік. Мә. Қанша ет бар бізде? Көрейік. 11 етін жетеді. Так, ағаштарда бүйтеді олайық. Так, қалай достар, видео ұнай ма? Сіздер лайктарыңызды басып, подписка істеген шығар деп ойлап отырмын. Не істейміз енді достар? Айтып кетіңіздер өздеріңіз. Осы летсплейді қарапайым Майнкрафт дейін ба? Әлі мод қосып, ерекше Майнкрафт дейін ба? Уже сиырларды өлтіруді қажет жоқ. Бізге теген қойларды өлтіруге қойлар тауып. Өйткені қойлардан жүн алып, төсек жасап алуымыз керек өзіміз. Мынау жер маған ұнамайды, просто солай несем. Әдемі анандай жерлер ұнайды. Түсіп кеттім суға түсіп кеттік. Ең жек көретін осындай ғой. Тупик. Қазудан басқа амал жоқ. Шпенде қада берейік. Тәген саяхатымызды жалғастыра берейік. Міне қойлар жүр екен, 3 қой как раз ровно келетін болды. Мәндер. Сендердің жүндеріңді аламын да, өзіме жайлық ақ төсегімді жасап алам. Так, мәсән қой. Ей, оңбаған. Қой дейсіз, мен тупикке тығып сады ғой ма? Ё-моё, елки-палки деу керек қосындай. Өлдім ба? Тағы да бір қой бар ені. Қақта бір қой. Бәрін өлтіріп тастадық. Екеуі тағы да бір қой болу керек. Қашып кетті ма ол? Қаяқта жүр ол? Ана біздің бағанақ түнеген жеріміз емес пе? Сол жерге қайттан келдік па? Майнкрафт ерекше осы. Бір қойған, жоғап кетті уже. Қарнымыз аш жатыр екен. Мынан жауайық. Кетті, онда саяхатымызды жалғастыра берейік. Бір қой жолда тауып аларымыз мүмкін. Кете берейік. Бұндай жер маған ұнамайды достар. Сіздерге қандай жер ұнайды Майнкрафттан комментарияға жазып кетіңіздер. Мысалы, осындай теп-текс жер ма, осындай орман жер ма, қандай жер ұнайды маған? Жап-жазық жер ұнайды. Вот осындай жерлер ұнайды маған. Өткен күшті осындай жерлер. Осындай жап-жазық жерлер ұнайды маған достар. Не істейміз енді? Так. Не істейміз? Осылай саяхаттап жүре береміз, ә? Так. Бұл қара қой ғой бірақта. Бізге ақ жүнді қой керек. Ақ жүнді қой керек. Ақ жүнді қой қайдасың? Ішін тозап сайдасың? Достар, айтпақшы, сіздер қаншадасыздар? Соның бәрін жазып кетіңіздер. Менің осы аккаунтыма қашан келсіздер? Не себеп болды бұл аккаунтыма келуіңізге? Сол жайлы жазып кетіңіздер. Мен ол комментарийдің бәрін оқимын, сіздер оқымайды деп ойламаңыздар. Так, тамақ жеп алайық достар.
Достар, енді осымен видео аяқталатын сияқты. Уақытысына жуық болып қалды. Бамбукты да ала салайық, сөйтіп осымен аяқтайық. Сіздермен бүгін болған Бос Кезет арнасы. Бүгін сіздер көрген видео Бос Кезет арнасына шықты, және де бұл видеоның мағынасы Стивтің оқиғасы, және де ютубты қалай шулатсам болады деген мағынада шығарылған видео. Келесі видеода біз не істейтінімізді айтайын ба? Егер де осы видео 5 лайк па сондай жиналатын, лайкты сұрамай-ақ қояйын. Осы видеоға бірнеше просмотр жинап тастасаңыздар, және де тағы да көп адамдар істейтін болсаңыздар, бұл летсплей жалғасады, және де бұл бұлай жалғасып қана емес, мод қосам, мод. Осы мирға емес, басқа да мирға қосатын шығармын. Келесі видеода достар, мен паркур өтетін сияқтымын. Өйткені паркур өту керек. Сіздерге қалай нубиктің өмірін жалғастырайын ба, нубтың өмірін шығарайын ба, нубпен про болайын ба, сәлем көрші қылдырайын ба, қандай видеолар шығайын, сол жайлы айтып кетіңіздер. Егер де достар, сіздерге осындай летсплей жалғасатын болса, осы летсплей қатты қолданылатын болса, қатты адамдар жақсы көріп кететін болса, осы шахтаға түсіп, ішіндегі көп заттарды алуға тырысамын. Және де лаки блок, бір блок дегендерді істейтін боламыз. Және де достар, сіздерге бір блок деген нәрсе ұнай ма? Карта бар ғой, сол бір блок ұнайтын болса, соған қалай кіріп ойнайтынын айтып кетіңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Если что, соны қарап мен ойнаймын. Қараңыздар достар, мынандай шахтат көргенсіздер ме? Осының ішінен алмас табуға болады, отвечаю, алмас таба аласың бұның ішінен. Мен Майнкрафтта неше түрлі видеолар көрем, бәріне осындайға кез кетті, сөйтіп алмас тауып алады. Ондай болатын болса, достар, қазір бір қойды өлтірем, и бол. В смысле? Қойды өлтірем ба, ауылға барам ба? Білмеймін, қойды өлтіре салайық. Достар, болды, енді осы жермен видео аяқталады, уже уақыт таяп қалды. Келесі видео шығатын болса, ол шыққан күтетін болсаңыздар, лайк басып, комментарийға ойларын жазып кетіңіздер. Және де анау тұрған пирамидаға барамыз, мына жердегі шахтаға барамыз. Ондай болатын болса, достар, біз видеоны осы жерден тоқтатамыз. Сау саламат болыңыздар.